أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير حرمة جماعت бүгінгі қасиетті жұма күні берекелі мүбәрәк болсын. Алла тағала еткен дұғаларымызды, оқылған намаз, құлшылық ғибадаттарымызды дәргайында қабыл етсін. Біздердің дұғаларымыздың да, дұға тілектердің қабыл болатын уақытына сәйкес келуін Алла жазсын. Ұлттардың бірлігі, қоғам бірлігі тақырыбында иншалла сөз өрбітетін боламыз. Алла тағала бәрімізге пайдалы қылсын. Тақуалықпен амал жасауды да қоса нәсіп етсін. Жалпы Алла тағала адам баласын құрметті етіп жаратқандығын Құранда бірнеше аяттарда баяндайды. Тин сүресінде де «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим». Расында біз адам баласын көркем түрде жараттық. «Сумма рададнаху асфала сафилин» деп, одан кейін барып Алла тағала осы құрметті етіп жаратып, осы мақамнан төмендердің төменіне түсіреміз дейді. «Иллаллазина аману ва амилус солихати фалахум аджру гайру мамнун». Тек иман етіп, ізгі амал жасағандарды оларға түгесілмейтін, таусылмайтын сауап берілетіндігін, сый-сияпат жасалатындығын баяндайды. Алла тағала мынау біздерге тақырыбымызға қарасақ та ұлттардың бірлігі, қоғам бірлігі деп біздердің нәсілімізге, тілімізге, не болмаса біздердің басқадай ерекшеліктерімізге қарай емес, адам баласын тұтастай қарайды. Міне адам баласын Алла тағала көркем етіп жараттық дейді. Біздерге адам етіп жаратқаннан кейін басты мақсатымызда адам болып өмірден өту. Адам болып келдім өмірге, адам болып кету арманым дейді. Келесі аятта да «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Ей иман еткендер, сендер Алла тағаладан лайықты дәрежеде, лайықты түрде қорқыңдар, өмірден тек қана момын, мұсылман халде ғана өтіңдер дейді. Біздерге қазақтың жаңа айтып жатқан адам болып келгеннен кейін адам болып кетудің мағынасын Құранда айтып тұр да. Мұсылман халінде Алла тағала біздерді осындай мұсылмандық нығметін бөлегеннен кейін мұсылман халде адамдық табиғаттан ауытқымастан өмірден өтуге біздер насихат етіп шақырып жатыр. Және бір аятта айтады: «Уалақад каррамна бани Адам». Расында біз адам баласын құрметті етіп жараттық дейді. Құрметті қылдық. «Уахамалнахум фил барри вал бахр». Және де теңізде де, құрлықтарда да мініс көліктерін бердік оларға дейді. Адамның пайдасы үшін теңізде де, құрлықта да рахат жүру үшін адам баласына еп қызметіне бергендігін айтады. «Варазақнахум минат тойибат». Және де жақсы болған таза нәрселермен разықтандырдық. «Вафаддална аля касирин мимман халақна тафдила». Және де адам баласын біздер басқа жаратылыстардың көпшілігінен артық қылдық. «Яума над'у кулла унасин би имамихим». Осы қиямет күні орнаған кезде, қиямет күні әрбір үмметті өзінің басшыларымен, өзінің жол басшыларымен, имамдарымен оларды шақырамыз дейді. «Фәмән утия китабаху биямини». Кімде-кімнің кітабы оңынан берілетін болса, «Фәулаика яқрауна китабахум». Міне олар өздерінің кітаптарын рахат оқиды дейді. Яғни оқыған кезде көңілі тыныштық табады. Оның амалдарын, артықшылықтарын, жасаған нәрселерін, амал дәптері оқылған кезде олар ешқандай қиналмастан рахат оны тыңдайды. «Уәлә юзламуна фатила». Ешбір адамға қылдайда қиянат жасалынбайды ол күні дейді.
Алла тағала біздерді қарасаңыз, ардақты, құрметті етіп жаратқаннан кейін, оның сол мақамнан, сол дәрежеден түсіп қалмас үшін ескертулер жасайды. Міне Алла тағала өзінің берген нығметін еске сала отырып, сол нығметке нанкөрлік жасамау керектігін айтады. Біздерді Алла тағала адам қылып жаратты, сол адамдығынан айырмай бұл өмірден өту керек екендігін. Енді Алла тағала осындай ардақты етіп жаратқаннан кейін де біздерге жәннаттың кілті ретінде өзінің кәләмі Құранды берді. Жәннатқа біздердің есігі ашылу үшін Алла тағала жол сілтеуші Құранды берді біздерге. Сонымен қоса, сол кілтті қалай пайдаланатындығын, сол кілтті қалай дұрыс мақсатты пайдалану үшін көрсетуші, үйретуші пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жіберді. Міне, мына кілт Алла тағаланың кәләмі. Бұны былай пайдаланасын деп көрсетуші пайғамбарды. Міне сол нәрсені сен дұрыс ұстана алсаң, Құранның хақиқатын танысаң, әрі пайғамбардың айтқанын естіп, оған иман етіп, артынан ілесе білсең, Алла тағала саған жәннаттың есіктерінің айқары ашылатындығын айтады. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды да Құран кәрімде рахмет ретінде, мейірім ретінде жібергендігін баяндайды. «Уәмә арсалнака илля рахматан лил аламин». Расында біз сені әлемге рахмет ретінде, рахым ретінде жібердік дейді. Міне айтылғандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артынан еріп, Құранның негізгі мақсаты тыныштық, бейбітшілік екендігін, исламның, діннің білгеннен кейін осы бейбітшілікті сақтау әрбір мен Аллаға иман еттім деген мұсылманның міндеті болып табылады. Бұл айтылғандай, анау өзге ұлт, анау тағысын тағы басқа нәрселерді қара еді, ақ еді, басқа еді деп алаламастан, Алланың құзырында адамның дәрежесі тек қана тақуалықпен өлшенетіндігін баяндаған. Я айюханнас, инна холақнакум. Я айюханнас, мына аятта да, ей адамдар, инна холақнакум мин закарин ва унса. Сендерді бір ермен, бір әйелден, яғни Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздан жаратқандығын айтады. Мынау адамды бір адам мен Хауадан жаратқаннан кейін сендерді ұлт пен ұлыс қылып бөлдік дейді. Не үшін? Литаарафу, сендер бір-бірлеріңді тануларың үшін, бір-бірлеріңе дос болып, татулықты сақтап, мына жер бетін көріктендірулерің үшін сендерді ұлыс пен ұлтқа жаңағыдай бөлдік дейді. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Міне алайда араларындағы сендердің ардақтыларың, құрметтілерің Аллаға тақуалық қылғандарың деді. Біздерді Алла тағала бұл ұлт қылып, ұлыс қылып жаратылуы бірінен екіншісін артық көріп, өздерінше даңдайсып тәкаппарлану үшін емес. Бәлки де бұл біздерге бірлігімізді, татулығымыз сақтай отырып, біздердің мына жер бетін көріктендіруіміз үшін, Алла тағаланың біздерге берген нығметтерін бағалауымыз үшін біздерді осындай ұлт қылып, әртүрлі руларға, ұлтқа бөлді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да өзінің хадис шарифінде былай дейді: Я айюханнас, инна роббакум вахид. Ей адамдар, сендердің раббыларың біреу Алла тағала. Ала ла фадла ли арабиин ала а'джами ва ла ли а'джами ала араби. Ешбір араб еместен, араб емес те арабтан артық емес. ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. Және де ақтың қарадың ақтан ешқандай артықшылығы жоқ. Бұлардың артықшылықтары тек қана тақуалықтарымен деді. Аллаға жасаған тақуалығымен ғана адамнан адам артық болады. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Расында сендердің Алла құзырында ардақтыларың сендердің тақуаларың деп баяндайды. Міне сондықтан да бұл ұлтшылдық исламда теріс. Ұлт жандылық құпталатын дүние. Ұлтыңның
ұлтжандылық ешқандай проблема емес дініміздің өзінде. Ұлттың жанашыры болу, ұлтыңның жанашыры болу. Ал бірақ бұл жаңағыдай ұлтшылдық ол шариғаттың өзінде теріс саналатын дүние. Сондықтан да біздердің Алла құзырында дәрежеміздің өзі жүректегі тақуалығымызбен өлшенетіндігін біздерге аят, хадис баяндап қойды. Міне сондықтан да біздер осы шариғатымыздың негізгі талабы татулықтың, бірліктің сақталуы үшін негізгі қағидаттарды белгілеп берген. Осы мәселеге қысқаша тоқталсақ, біріншісі өзгенің құқығын сақтау, әділ қоғамның негізі дейді. Енді қашанда әділдік болған жерде сенім болады, бірін-біріне сенім, татулық болады. Бұл жерде жүректер бірін-бірімен тоғысады. Ал енді бұл жерде әділдік болмайтын болса, қашанда ортада сенім болмайды, сенім кетеді. Ешқашан шариғат біреудің ақысына қол сұғуға рұқсат бермейді. Бәлки де бұл нәрсені қынайды, бұл нәрсені айыптайды, бұл нәрсені тыяды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадис шарифінде бір кісі келіп пайғамбарымыздан сұрайды: «Я Расулалла, мен Алла жолында күресіп, Алла жолында соғысып, сол жолда жан тәсілім етсем, шахид болсам, Алла тағала менің күнәларымды кешіре ме?» дейді. Осы жаңағыдай Алла жолында күресуім күнәларыма кафарат бола ма дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда: «Иә, егер де сен Алла жолында күресіп, сол жолда жан берсең, одан кейін ешқандай соғыста жаңағыдай артқа тастап қашып кетпестен сол соғыстың қиыншылығына сабыр қылсаң, жәннатқа кіресің» дейді, кафарат болады дейді. Енді осыны айтқаннан кейін пайғамбарымыз қайта ойланып, әлгі кісіден сұрайды: «Сен сұрағыңды қалай қойған едің, жаңа қайталашы» дейді. «Егер де мен Алла жолында күресіп, сол жолда шахид болсам, күнәларыма кафарат бола ма? Алла менің күнәларымды кешіре ме?» деп қойдым дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз берген жауабын толықтастырады: «Иә, егер де сен Алла жолында күресіп, сол жолда жан берсең, соғыста сабыр етіп, артқа бұрылып қашпастан кетер болсаң, Алла сенің күнәларыңды кешіреді, тек құл хаққы мойныңда кетпеген болса» дейді. Бұны маған да Жәбірейіл алейхиссалам айтты дейді. Сондықтан да біздер әділдік сақтау, құл хаққына біздер риаят етуіміз міндетті болады екен. Ешқандай өзгенің ақысына қол сұғуға ешқандай біздің хаққымыз жоқ. Мұсылманның сипатын баяндағанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолымен де, тілімен де өзгелерге зиян бермегені де. Міне қияметте де мен оны кештім демейінше, Алла тағала оның күнәсін кешірмейтіндігін, бәлки де оның күнәсына, оның хаққысы өткен кісінің күнәсінен алмайынша, Алла тағала оның кешірмейтіндігін айтады. Енді Құран кәрімде «Уәлә тәкулу әмуәләкум бәйнәкум бил батил». Сендер өзара мал дүниелеріңді батыл жолмен, арам жолмен жемеңдер. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Сендер біле тұра, шариғатта теріс болынған күнәлі жолмен бұл адамдардың малының бір бөлігін жеу үшін қазыларға, билерге пара ұсынбаңдар дейді. Міне бұл ешқандай жаңағыдай адал болмаған жолмен Алла тағала бір-бірлеріңнің малдарыңды жемеңдер деп қатаң тыйым салады. Бұл нәрселерді де біздер ескеруіміз керек болады. Өйткені адам өзінің малын қаншалықты дәрежеде қорғаса, өзгенің малына да тура солай қарау керек болады. Сен өзіңе қалаған нәрсеңді өзгеге қаламайынша шынайы иман еткен болмайсың дейді. Сондықтан өзіңнің малыңды қалай көзіңнің қарашығындай сақтасаң, өзгенің малының да солай қорғалуына мән беруің керек болады. Сол үшін де шариғатта тыйым салған өзгенің ақысына кіру мәселесінде біздер қатты мән беруіміз керек болады. Арамды да рызық несібемізге араластырмастан ұзақ тұруымыз керек болады екен. Мәселен, қарақшылық, ұрлық немесе қандай да бір аманатқа қиянат жасау. Бұл шариғатта
тыйым салынған істер. Бұндай Алла арам еткен нәрселердің қоғам арасында, ел арасында кең етек жаюы, бұл қоғамның бірлігін бұзатын нәрселер. Тыныштығын, бір-бірлеріне сенімін кетіретін нәрселер. Сонымен қоса, мәселен сауда-саттықта әділетсіздік жасау, немесе өсім, риба, мәселен қазір кредит, құмар ойындары сияқты нәрселер. Сауда-саттық жасаған кезде бір-бірлерін алдау, хаққысын бермеу жұмыс жасатып, не болмаса хаққысы болмаған нәрсенің жұмысын толық орындамастан алдын талап ету. Бұл да қоғам арасында хаққысыздықтарға себеп болатын нәрсе. Өзгенің хаққысын жеуге себеп болатын нәрселер екен. Енді Құранда Алла Тағала «Уәссариқу уәссариқату фақтуъу айдияхума накалан бима касабу». Сендер ұрлық жасаған ер мен әйелді өздерінің жасаған күнәларының жазасы ретінде қолдарын кесіңдер деп бұйырады. Енді ұрлық жасау, кез келген ұрлық, яғни өзіңнің хақың болмаған нәрсеге, өзгенің хаққысы болған нәрсені қандай да қулық сұмдықпен ал, ол ұрлыққа жатады. Оны жаңағыдай құжатпен реттеп ал, басқа қыл, оның барлығы ұрлық. Ал ол шариғатта да жазасы қол кесу екендігін айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда «Лә'аналлаху сәрик», Алла Тағала ұрлық еткен кісіні, ұрлықшыны лағнеттесін деп бұйырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол қандай ұрлық болсын, хадистің жалғасында да бір жұмыртқа ұрлап, сол үшін қолы кесілген, не болмаса бір жіп ұрлап, сол үшін қолы кесілген деп бұйырады. Міне, ұрлықтың үлкен кішісінің ешқандай Алла құзырында айырмашылық жоқ. Ол ұрлық па ұрлық. Сондықтан да бұл нәрселердің де Алла шариғатта тыйым салғандығына мән беруіміз керек. Мәселен, аманатқа қиянат жасау. Құранда Алла Тағала «Иннал мунафиқина фид даркил асфали минан нар, ва лан таджида лахум насира». Расында мұнафықтар екіжүзділер. Тозақтың ең терең шұңқырында болады. Оларды құтқарушы да ешкім болмайды дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде аятул мунафиқ салаsun, расында екіжүздінің 3 белгісі бар. Иза хадаса казаба, егер сөйлесе өтірік сөйлейді, ва иза ваада ахлафа, егерде уәде етсе уәдесінде тұрмайды, ва иза тумина хана, егерде аманат тапсырылса аманатқа қиянат жасайды дейді. Міне сондықтан да аманаттың да екіжүзді мұнафықтың да бара жай тозақ екендігін біздер ескеруіміз керек. Бұл да қоғамның тыныштығын бұзатын нәрселер. Алла Тағала харам еткен болса, бұл да адамның зиянына екендігін әр адам білу керек. Сол сияқты мысалы сауда-саттықтағы алдау, мән ғашшана фәлейса минна деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Кімде-кім бізді алдайтын болса, ол бізден емес деді. Сауда-саттықта бірін-біріне алдап, ол сату болсын, алу болсын, өтірік араластырып, оның хаққысына кіруде қоғамдағы тыныштықты, сенімді кетіретін нәрселер. Енді одан кейін өсімқорлық, өсімді жеуде шариғатта тыйым салынған нәрсе. Құранда Алла Тағала «Әлләзина яъкулуна риба», сондай өсімді жейтіндер «Ла яқумуна илля кама яқуму аллази ятахаббатуху шайтан минал мас». Ертең қиямет күні олар шайтан түткендей, шайтан ұрғандай есеңгіреген халде тұрады. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Бұл халі олардың тіршілігіндегі өсімді сондай жеңіл санап, сауда өсім тәрізді дегендігінен дейді. Ахаллаллаху бай'a ва харрама риба. Алла Тағала сауданы адал қылды да өсімді харам қылды дейді. Сондықтан Алла харам еткен нәрседе де берекет жоқ. Бұл да қоғамның тыныштығын бұзатын себептердің бірі екендігін білу керек. Сонымен қоса, мынау құмар ойындары Алла Тағала арам еткен нәрселерді. Құранда Алла Тағала қатаң тыйым салады. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсир вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтан фажтанибуху лааллакум туфлихун. Ей иман еткендер, сендер хамр, яғни арақтан, шараптан. Ол хамр кез келген адамның ақылынан алжастырушы нәрселер. Ол жаңағыдай ішімдіктің кез келгені болсын, немесе мына адамды есінен адастыратын жаңағыдай наша
есірткі болсын, бұлар Алла тағаланың харам еткен нәрселерінен. Уәл майсир, және де құмар ойындары, құмардың кез келген түрі. Мәселен, күнімізде қазір белең алып тұрған бір нәрсесін сату керек болатын болса да, міне пәлендей зат арзымайтын 5000 теңгеге билет алды, сен бұл нәрсені ұтып ал деп жаңағыдай құмарға шақырып атады. Ал бұл сенің мүмкін біреу сол нәрсені ұтты дегеннің өзінде қаншама адам бұл жерде зардап шегеді. Ал енді ол бүйтіп ұтпағанның өзінде біреу жаңағыдай өзара келісіммен ұттырып жіберсе тіптен ол. Сондықтан да бұл нәрселер Алла тағала харам етті. Уәл ансабу уәл азламу, және де мынау тігілген тастармен пұттар табынуға жаңағыдай әзірленген. Бұлардың барлығы шайтанның лас істерінен, бұл нәрселерден сақтаныңдар, бәлки де құтыларсыңдар дейді. Иннама юриду шайтану ан юқиа байнакумул адауа уәл бағдау фил хамри уәл майсир. Расында шайтан лағнеті сендердің араларына дұшпандық пен өшпенділік, араздық салуды қалайды. Не нәрсемен? Екі нәрсені айтты, ішімдік пен құмар ойындары арқылы сендердің араларында ажыратып дұшпандық салғысы келеді дейді. Сондықтан бұл нәрселерде біздер сақтануымыз керек болған нәрселерден. Енді қазақ сол үшін де ешкімнің ала жігін аттама деп бір сөзбен қайыратты. Жастарды, балдарды ешкімнің ала жігін аттама деу арқылы ешкімнің хаққысына қол сұқпау, ешкімнің хаққысы болған нәрсесін жеуге, бұл нәрселердің тыйым салып бір сөзбен тәрбиелеген. Сондықтан да біздер бұл шариғаттың бұйырған нәрселеріне қатты тұруымыз керек болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Мән иқтатуа шибран минал ард зулман", кімде-кім зұлымдықпен біреудің бір тілім жеріне ие болатын болса, соны тартып алатын болса, тауақахуллаху ияху яумал қияма мин саб'i арадин, ертең қиямет күні оның 7 есесіне мойнына артқан халінде Алла тағала оны есепке алады дейді, мойнына жүктейтіндігін айтады. Сондықтан біреудің хаққысына кірдің ба, оның есесімен ертең жауап беруге тура келеді екен. Сол үшін де Қабилиса жыраудың өлеңінде айтады: "Фәни тұрмақ бақида, міне тұғым пырақ бар, ешкімнің хақын жемеңдер, артында оның сұрақ бар" дейді. Әр нәрсенің есебі бар екендігін. Екіншісі де әділдік бар жерде бейбітшілік пен сенім орнайды дейді. Яғни Алла тағала не нәрседен тыйды ма, айтылынған нәрсе мен айтылмаған шариғаттағы тыйым салынған нәрселер оны қоғамның тұтастығына, адамның пайдасына екендігі. Бұл нәрселер кеткен кезде де ортада әділдік кететіндігін біз білуіміз керек. Яғни бұл нәрселерді әділдікті жоятын нәрселер екендігін. Құранда Алла тағала: "Инналлаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил қурба ва янха анил фахша'i вал мункар вал бағи я'изукум ла'аллакум тазаккарун". Садақаллахул азим. Расында Алла тағала сендерге әділдікті бұйырады, және де жақсылық жасауды, игілік етуді, сонымен қоса тума-туыстың арасында бір-бірлеріне қарайласуды әмір етеді. Сонымен қатар сендерде жаңағыдай арсыздық пен күнәлі істерден, зұлымдықтан Алла тағала тосады. Бәлки де бұл нәрседе насихат бар екендігін осылайша насихат етеді деп Алла тағала ескертеді. Біздер Алла бұйырған нәрселердің толықтай орындалуы әсте мүмкін емес негізі. Өйткені хақиқат біреу. Алла тағала әділдік біреу екендігін айтады. Мұны айтылынған, бұйырылған нәрселердің барлығы, тыйымдар осы әділдікке беттеледі. Ал бірақ түсінік әртүрлі да. Алла тағала адам баласын бұл дүниеге сынақ ретінде жіберген. Біздер неғұрлым қаншалықты күшіміздің жеткенінше сол әділдікке ұмтыламыз, сол нәрсеге қарай амалдарымыз ертең қияметте өлшенеді. Бірақ Алла тағала еш нәрседен ғафыл емес та. Құранда Алла тағала: "Уәлә тахсабанналлаха ғафилан амма яъмалу залимун". Зұлым етушілердің зұлымдығынан Алла тағаланы әсте ғафыл деп ойламаңдар. Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихил абсар. Бәлки де Алла тағала
ертең қияметте көздер шарасынан шығатын күнге дейін кешіктіруде дейді тек қана. Яғни адамның жүрегіндегі нәрсесі толықтай ортаға қойылған кезде, өзіңнің мойындамай жүрген нәрсеңнің алдыңнан шыққан кезде көздер шарасынан шығатын күнге дейін ғана амалдар кешіктірілуде екендігін Құранда Алла тағала біздерге баяндайды. Сондықтан біздер, яғни әркімнің өзінше жаңағыдай ақиқат деп білген, өзінің әділ деп білген, өзінің дұрыс деп білген нәрсесімен жүруге тырысады. Бұл менмендік біздерді осы нәрселерге жетелейді. Ал бірақ біздер қашан өзіміздің бойымыздағы тәкаппарлық, менмендіктен құтылып, Алла тағаланың хақ деп білген нәрсесіне жабыспайынша, ертең біздер қасіретте боламыз. Алла тағала шариғатта мынау ақиқат, мынау дұрыс деп білген нәрсені қабылдамайынша біздер тәкаппарлықтан, менмендіктен айырыла алмайды екенбіз. Мынау әділдік жайында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі бірінші өнеге, одан кейінгі сахабаларының да өмірі біздерге өнеге. Омар радиаллаху анху бірде өзі мәжілісте сахабалармен бірге отырған кезде бір кісі кіріп келіп, Али радиаллаху анхудың үстіне шағым айтады. Омар радиаллаху анху ананың шағымын естіген бойда Али радиаллаху анхуды: "Ей, Хасанның әкесі арызданушының жанына отыр" дейді. Сөйтіп, Али радиаллаху анхудың түрінен оның жаңағыдай қобалжығандығын, кішкене өкпе ренішін байқайды. Бірақ бұл қазылық біткенге дейін Омар бұл нәрсені байқатпайды. Төрелік етіп, бұл қазылық біткеннен кейін Али радиаллаху анхудан сұрайды: "Сен жаңағы өзгенің өкілімен бірге қатар отыртқаныма маған ренжідің ба? Сол нәрсеге қапаландың ба?" дейді. Сол уақытта Али радиаллаху анху айтады: "Жоқ" дейді, "онымен бірге отырғандығым үшін емес, бәлки де сен мені Хасанның әкесі деп маған хитабат еткендігің үшін қобалжыдым" дейді. Себебі өзге дін өкілі мұсылмандардың арасында әділдік кетті ма деп күдіктеніп қалмасын деген қорқыныш, қобалжу болды менде дейді. Өйткені арабтардың әдетінде пәленшенің әкесі деп шақыру оған жасалған құрмет еді дейді. Маған құрмет көрсетіп, ананың алдында әділетсіздік жасалынды деп ойлап қалуында, жүрегінде сондай кірбің қалуынан мен қорықтым деген екен. Сондықтан да әділдік кететін болса, елдің арасында бір-бірлеріне деген сенім кетеді. Әділдік қашанда ортада таразы болып тұру керек екен. Сонымен қоса көркем мәміле. Яғни көркем мәміле қоғамның бірлігі үшін өте маңызды. Себебі адам өзге бір адамға көркем мәміле жасаған кезінде оның жүрегіне жол табады. Ал енді біреудің жүрегінен жол таптың ба, екі жүрек о жерде тоғысады. Бір-бірлерін құрметтейді, мәміле дұрысталады. Ал енді адамның бұл дүниедегі құны, бағасы оның жасаған еткен иманы мен өзгелерге жасаған көркем мәмілесі арқылы өлшенеді. Ал енді адамның қашан жүрегінде сондай иманы қуатты, көркемдік ішкі жан дүниесі, жүрегі таза болған сайын, оның амалында да, сөзінде де, ол мәміледе көріледі. Сондықтан біздер қоғамның дұрыс болуы үшін де, өзгелермен дұрыс мәміледе болу өте маңызды екен. Сонымен қоса Алла тағала Құран кәрімде бұл жайында былай дейді: "Уәлә тастауи әл-хасанату уәләс-сайиа", сендер жақсылық пен жамандықты бір деп ойламаңдар. "Идфа биллати хия ахсан", саған біреу жаңағыдай зұлымдық, озбырлық жасаса, сен оған жақсылықпен жауап бер, жақсылықпен қайыр. "Фаиза аллази байнака ва байнаху адауа кааннаху валиюн хамим", егер де сені мен оның араңда бір дұшпандық, қандай да бір араздық болған болса, оның сен жасаған жақсылық себепті досыңа айналғандығын көресің дейді. Қазақта сол үшін жаңағыдай айтады ғой: қандай болмасын, оған жақсылықпен жауап берілу керектігін. Сол үшін де жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жамандық ер адамның ісі. Міне, сондықтан да біреуге сен қандай да оның еткен
қателікпен жасады, білместікпен жасады, оның зұлымдығына жақсылықпен жауап беретін болсаң, ол сенің жақсылығыңды бағалайды түбінде. Сен оның дұшпандығын ұмытып, дос болғандығын көресің деп Құранда баяндайды. Сондықтан біздерде бұл татулықтың, достықтың арадағы дұрыс мәміле арқылы болатындығына ескеріп, бұл нәрселерді әрқайсымыз амалға асыруымыз керек болады екен. Бұл да жақсылықтың нышаны, жақсылықтың белгісі. Құранда Алла тағала «Фаъфу анхум васфах, инналлаха юхиббул мухсинин». Сен өзгелердің жасаған жамандығын кешір, оны жүрегіңде сақтама. Міне, бұл нәрседе расында Алла тағала игілік етушілерді жақсы көреді деу арқылы бұл өкпеленішті ұмытып, арадағы татулықты сақтаудың өзі игілікті, жақсылықтың белгісі екендігін баяндаған. Біздер мынау Шәкәрім Құдайбердінің бір өлеңімен сөзімізді түйіндесек иншалла. Біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді, бірін де қылмай есесең, төбеңді әлақ теседі, көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді, пейілі жаман адамның орны дайын деседі дейді. Міне сондықтан біздер де жүрегіміздегі жаңағы сияқты біреуге деген дұшпандық, реніш болатын болса, бұл нәрсені мүмкіндігінше кешіруге тырысуымыз керек болады. Бұл нәрседе жүректердің бір-бірлеріне жақындауына, қоғамның тыныштығына, бірлігіне себеп болады екен. Өйткені бұл бірлік әрқайсымыздың алдымызда тұрған міндет. Алла тағала біздерді алауыздықтан, бір-біріне дұшпан болып, бір-біріне қас болудан Алла сақтасын. Еліміздің бірлігін, халықтың тыныштығын Алла нәсіп етсін, жүректерімізді жанастырсын.